Әдетте Алтын Ордадағы кептеліс адамдар таңғы уақытта жұмысқа жиналғанда немесе кешкі уақытта қайтқан кезде болады дейтінбіз. Міне қазір түскі сағат 2:30 мұндағы көлік қозғалысын өздеріңіз көріп тұрсыздар. Еске сала кетсек, құрылыс жұмыстары 2017 жылдың қараша айында басталған. Ұзындығы 3 шақырым 859 метрді қамтитын бұл жол бөлігінің кеңейтілуі әу баста 2 жылға жоспарланған еді. Жоба авторы Астанастрой проект сервис МЖШ болып табылады. Жобаға сәйкес күрделі жөндеу жұмыстары 2 кезең бойынша іске асуы қажет. Оның аясында Алматы қаласының Шыға Беріш жолы мен Ақсай өзені арасындағы тас жолдың жөнделуі көзделген. Бұдан бөлек жаяу жүргіншілерге арналған 3 аспалы көпір орнатылады деп күтілуде. Олар Апорт сауда орталығының, Асыл Арман тұрғын үй кешенінің және Алтын Орда базарының тұстарына тұрғызылады. Сонымен қатар көліктердің кері бағытта бұрылуын ескерген жоба авторлары Алматы қаласынан Шыға Берістегі жол басына аспалы темір бетон эстакадасын орнатуды жобалап отыр. Оның құрылысы басталып қойған. Бұдан бөлек Алтын Орда базарының аспалы көпірі қайта жаңғыртылатын болады. Дегенмен басында қарқынды басталған іс барысы көп ұзамай тоқтап қалды. Бұл әлбетте күнделікті Алматыға қатынайтын жолаушылардың, әсіресе темір тұлпар тізгіндеушілердің наразылығын туғызған белгілі. Себебі онсыз да күніне 50 мыңнан астам көлік өтетін бұл маңда жол азабынан әбден шаршаған еді жұрт. Құрылыс жұмыстарының басталуы кептелісті одан сайын күшейтті. Бірақ осы көпір жасалса, мәселенің бәрі түбегейлі шешіледі деп үміттенген жұртшылық түрлі себептермен созыла берген құрылысқа көңілі толмайтындықтарын жеткізіп жатты. Таңертең мен үйден шығып жететін жеріме туысын айтсам 3 сағат 3,5 сағатта әрең жетемін. Мына Алтын Ордаға кіргім келмейді. Амал жоқ, жеп атқаннан осы жерде кіруге мәжбүрмін. Үйге барсақ бала-шаға ұйықтап қалады. Осыдан бірер ай бұрын бақ өкілдері халықтың өкпе-наласына назар аударып, бұл тақырып аясында сөз қозғай бастағанда барлық сұрақ Қазавтожол ұлттық компаниясына тікелей қойылған еді. Ол кезде мекеме басшысының орынбасары Нұрхат Ақылтаев жол маңындағы кей базарлар иелері сауда орнына кіреберістерді жасауды талап етіп отырғанын алға тартқан. Сондай-ақ сүрлеуге тиіс жанармай бекеттері мемлекет ұсынған өтемақыны азсынып, келісімге келмеуде деген. Сол себепті бұл мәселе қазір сотта қаралып, жұмысқа кедергі келтіріп тұрғаны соған қарамастан негізгі жұмыстың 60%-ға бітіп тұрғаны айтылған болатын. Өздеріңіз көріп тұрғандай Қаскеленнен Алматыға қарата қазіргі кезде ауқымды көлік кептелісі байқалмайды. Себебі мұнда автобустарға арналған арнайы жолақ пайда болған. Біз бұрынғы жолмен қазіргі жолды салып құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатқан кезде, немесе бұрынғы құрылыс жұмыстары жүргізілгенге дейінгі салыстырған кезде 2 жолақты жол болған, әр жағынан 4 жолақты жол. Сол жолақ әлі күнге қалып тұр. Біз ешқандай шектеу қойған жоқпыз, ешқандай жаңағы жаяу жолақтарын жапқан жоқпыз. Керісінше біз жүру жолақтарын көбейтіп жатырмыз. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстарына қайта жан біте бастаған. Жол бойында жұмысшылар мен ауыр техникалар бой көрсетіп, едәуір өзгерістер байқалады. Аспалы және айналма көпірлердің тағандары тұрғызылған. Бірқатар трасса жиегіндегі ірілі-ұсақты нысандар алынып тасталынған. Мен тұрған жерде бұрын сауда дүңгіршектері болған. Көпір құрылысының аясында дүңгіршектердің барлығы алынып тасталынып, кең жолақты жолдар пайда бола бастады. Соңғы кездері жұртшылық Апорт молының алдындағы кептелісте сағаттап тұрамыз деп шағым айтып жатыр. Оның себебі мына жол бойын кеңейту үшін жасалып жатқан жұмыстарға байланысты. Тегістеліп, асфальт төселіп жатқан жолдың тезірек бітуі жолаушылардың ортақ арманына айналған бүгінде. Это дурдом. А больше что я могу сказать? Қанша уақыттан бері осындай пробка болып жатыр? Сегодня? Вообще это уже, не знаю, 2-й год, наверное, или 3-й. Тезірек бітсін жұмысын жасап. Таяуда бақ құралдарында шыққан мәліметтерге қанық болған жұртшылық көпір құрылысы тағы да тоқтап қала ма, немесе әлі де созыла түсе ме деп үрейленуде. Себебі бұл жолы Қазавтожол ұлттық компаниясының өкілдері тағы бір мәселенің шетін шығарды. Таяуда тілшілерге берген сұхбаттарында ұлттық компания өкілі Нұрхат Ақылтаев көпірдің жылдам салынып бітуіне нақты 3 кедергі бар деді. Біріншісі мемлекет ұсынған қаражатты асынып, келісім бермей отырған жанармай бекеттері. Оның екеуі де бір компанияға тиесілі. Бірі үлкен құрылыс дүкенінің дәл алдында тұрғандықтан жоба бойынша айналма эстакаданың астына түсіп тұр. Екіншісі Іргелі ауылына апарар бұрылыста, яғни жүру жолағы түсетін жерде орналасқан. Екінші кедергі жол құрылысының жобасы ысылғанда трасса бойындағы ірі сауда орындарына кіріп шығу жолақтарын салу ескерілмеген. Енді одан бергі 2 жыл ішінде үлкен гипермаркеттер бой көтеріп, базардың модернизациясы жүргізіле бастаған. Яғни ашық базардың орнына жабық үлкен кешен пайда болған. Сол себепті қазір мердігер мекеме сауда алаңдарына кіріп шығу жолақтарын жасауға мәжбүр. Бұл бөлінген қаражаттан
артық шығындар пайда болып жатыр дегенге саяды. Үшіншісі, көпір құрылысының сметасы, яғни құрылыс материалдарына кететін шығын 2016-2017 жылғы нарықтағы бағамен есептелген. Қазіргі кезде доллар бағамымен бірге азық-түліктен бастап киім-кешек қана емес, құрылыс материалдарының да құны шарықтай түскені белгілі. Сол себепті мердігер мекемеде қаржылық қиындықтар туындауда. Яғни бұдан белгілі болғаны, алдағы уақытта дүйім жұрт аяқталуын тағатсыздана күтіп жүрген бұл көпірдің бюджеті қайта қарастырылуы мүмкін. Қарастырылған күннің өзінде қосымша қаржының бөлінуіне тағы да уақыт қажет болмас па екен? Ол жағы әзірге белгісіз. Бұл мақсатта қазір арнайы комиссия жұмыс істеп жатқан көрінеді. Жауапты мекеме қазір көпір құрылысына 200 жұмысшы, 50 техника жұмылдырылған деп отыр. Жоспар бойынша нысан толықтай 2020 жылдың соңында бітуі керек. Құрылысқа жауапты мамандар ол үшін ауа райы қолайлы кезде мүмкіндігінше ширақ қимылдап, қайтсек те үлгереміз деп отыр. Жаяу жүргіншілер жолының біз жүру бөлігін дайындап, ол басқа металлоконструкция дайындайтын заводта дайындалып жатыр. Біреусі 100% дайындалып тұр, екіншісі 70%-ға дайындалып тұр. Жылдың соңына шейін оны да бітіруге жоспарлап отырмыз. Осылай журналистер қауымы жарыса таусылмайтын жолдың әлегін жырлап, ал кептелісте мезі болған жолаушылар тұралап қалған құрылысты жіті қадағалап жүрген уақытта тағы бір жағымды жаңалықтың шеті жылт етті. Бәлкім болашақта қаскелеңдіктер Алматыға машинамен не болмаса лық толған маршрутты автобустармен емес, поездармен қатынау мүмкін. Иә, тек кәдімгі поезд емес, электр поездармен. Бірер күн бұрын ғана мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен өткен Алматы қаласын дамыту мәселелері жөніндегі кеңесте мегаполис әкімі Бақытжан Сағынтаев Талғар мен Қаскелеңнен күнкөріс қамымен осында келетіндер санының айтарлықтай артқандығын атап өтті. Әкім бұл мәселені электр темір жолдарын салу арқылы шешуге болатындығын жеткізді. Үкіметтен осы маңызды қоғамдық жобаны бастауға қолдау білдіріп, оның кезең-кезеңмен іске асуына ықпал етуді сұраған Сағынтаев. Для снижения ежедневной маятниковой миграции людей и автомобилей необходимо развить пригородный общественный транспорт. По направлению Узунагаша мы увеличили субсидирование уже, от 4 до 6 дошли. С нового года восстановим направление Капшагай. И у нас сейчас вместе с КТЖ есть проект по Талгарскому и Каскаленскому направлению. Просим в этой связи поручить правительству и фонду Самрұқ-Қазына проработать вместе с акиматом этот важный социальный проект и начать его поэтапную реализацию. Әрине, бұл әлі жай ғана ұсыныс, және оның қаншалықты қолдау тауып жүзеге асатыны да белгісіз. Дегенмен жақсы сөздің өзі жарым ырыс қой. Ал біз сюжетімізді позитивті көңіл күймен аяқтап, бірнеше жыл бұрын WhatsApp желісі арқылы тараған мынандай видеоны қайта назарларыңызға ұсынамыз. Кім білсін, бәлкім бір күні Алматы мен Қаскелең арасында осылай табанымызды жерге тигізбей жетіп баратында күн туар, және күнделікті көлік кептелісі жай ғана көрген түстей болып қалатын шығар.